Сәлем достар! Соңғы үлгідегі телескоптардың көмегімен адамдар күн жүйесінен алысқа қарап, біздікінен түбегейлі өзгеше, таңғажайып әлемдерді сезіне алады. Ғаламда шашыраңқы планеталар қуаныш пен сұмдықты оятады. Бірақ олардың арасында өте қорқынышты үлгілері де бар. Олар сыртқы түрімен ғана емес, жұмбақ белгісіздігімен де қорқытады. Өйткені біз олар туралы өте аз білеміз. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз сіздерге ең қорқынышты ғаламшарлар жайлы айтып өтпекпіз. Бейнені бастамас бұрын арнаға тіркелмеген көрермендер болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және комментке бұрыннан көремін, немесе енді ғана көріп тіркелсеңіздер, плюс таңбасын қойып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Әлемдегі тозақ ғаламшары. Егер тозақ болса, онда бұл жерде Кеплер 70b болар еді. Бұл осы уақытқа дейін табылған ең ыстық экзопланета. Күн одан да салқын. Егер сіз Кеплер 70b-да ғарыш аппаратын ұшырғыңыз келсе, ол еріп үлгермейді, жай буланып кетеді. Бір қызығы, бұрын Кеплер 70b Юпитердің көлемінде алып болған. Бірақ содан кейін оның басты жұлдызы газ алыбына айналып, көршілерін жұтып қойды. Ғаламшар бұл оқиғадан аман қалды. Бірақ ол ұзақ өмір сүрмейді. Өйткені ол біртіндеп булануда. Қараңғылық ғаламшары. 3AS2b деген атпен газ алыбы бұл жарықты қажет ететін тіршілік үшін қорқынышты. Өйткені оның бетінде абсолютты және мүлдем көрінбейтін қараңғылық бар. Ғаламшар өзгеше сия атмосферасымен ерекшеленеді. Ол жарықтың көмірден де аз, тек 1%-ын көрсетеді. Жарық деңгейінің мұншалықты төмен болуының себебі түсіндірілмеген. Мүмкін мәселе бұлттың жоқтығында, немесе кінәлі жарық сіңіретін заттар болуы мүмкін. Сонымен қатар экзопланета әрдайым жұлдызға бір жағымен қарайды. Демек, әрдайым оның екінші жағында түн болады. Қою түсіне қарамастан, 3AS2b өте ыстық. Оның ең ыстық бөліктері қызыл түске боялған. Лава әлемі. Қорқынышты фильмдерге лайықты тағы бір ғаламшар. Қарап отырсақ, оның беті қансыраған жаралармен жабылған тәрізді. Янсен деп те аталатын бұл ғаламшар бізден 40 жарық жыл қашықтықта жатыр. Оның орбитасы аналық жұлдызға өте жақын өтетіндіктен, ол жерде су сұйықтық түрінде бола алмайды. Бірақ супер критикалық күйде болады. Бұл сұйық та емес, газ да емес. Я, мұны елестету қиын. Экзопланетаның ішінен шыққан нәрсе лава ағындысы болуы ықтимал. Сондықтан сізге Янсенде тірі қалуыңызға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сулы ғаламшар. Глейс 1214b өте жақсы және тіпті әдемі болып көрінуі мүмкін. Бұл суға бай супер жер. Алайда астрономдар бұл сіз ішуге болатын су түрі емес екенін байқады. Сүйектерді ұсақтайтын қысым және температураның жоғарылауы бұл суды плазмалық күйде ұстап, өлімге әкелетін тығыз мұхит жасайды. Сондықтан Глейс 1214b-да барлығы қос қазандықтағындай қайнайды және қайнайды. Жұтылған ғаламшар. WASP-12b бұл өз жұлдызымен жұтылған экзопланета. Ол жылына 189 квадриллион тонна затты сорып алады. Ғарыш денесінің осындай пішінге созылғанын көру таң қаларлық. Бірақ гравитация осылай жұмыс істейді. WASP-12b 10 миллион жыл өмір сүреді деп есептеледі. Содан кейін ол толығымен бөлініп, күнге сіңеді. Жалғыз ғаламшарлар. MOA 2009 BLG 266LB бұл өз жұлдызынан өте алыс, қар сызығының артында айналатын супер жер. Ондағы бір жыл жердегі 7,6 жылға тең. Біз оны тек микроцензиялаудың арқасында көре аламыз.
Бұл планета жұлдыздан жарық күшейтетін және бұрмалайтын линза рөлін атқаратын құбылыс. MOA 2009 BLG 266LB 10 жер массасына тең үлкен массасының арқасында күн сәулесін тарту үшін кеңістіктегі уақытты бүгеді. Беллерафонт 51 Пегас B немесе Беллерафонт жерден жүздеген есе үлкен, ал құрамы біздің Юпитерге ұқсайды. Алып ғаламшардың өз жұлдызына дейінгі арақашықтығы жер мен күнге қарағанда 100 есе жақын орналасқан. Сондықтан оның жұлдызы ғаламшарды 10.000 градустан жоғары температурада қуырады. Біріншіден, мұншалықты ыстықтың болуы қатты соққан желді тудырады. Ыстық ауа көтерілген кезде оны ауыстыру үшін салқын ауа төменге ығысады. Соның салдарынан желдің жылдамдығы сағатына 1000 километрге жетеді. Сондай-ақ, мұндай жылу кезінде су болмайды, бірақ сол жерде жаңбыр жауады. Қалай дейсіз ғой? Таңқаларлығы аспаннан темір жауын жауады. Сіз дұрыс естіп тұрсыз. Темірден бұлттар пайда болып, темір жаңбыр жауады. Қолшатыр бұл жерде сөзсіз көмектеспейді. Жанып тұрған мұз ғаламшары. Атының өзі ойландырады. Қалай сонда? Мұз жанатын болып кеткен ба? Бұл GJ 436b ғаламшары жерден 30 жарық жыл қашықтықта орналасқан. Біздің жер ғаламшарымыздың жұлдызы күн секілді, оның да өз жұлдызы бар. Бірақ ол жұлдызына өте жақын орналасқан. Арасы бар жоғы 4,5 миллион километр. Салыстырып қарасақ, күнге ең жақын жұлдыз Меркурийдің күнмен арақашықтығы 58 миллион километр. Сонымен 4,5 миллион километр қаншалықты жақын екенін ойлай беріңіз. GJ 436b бетінде шамамен 6000 градус температура болады. Және бұл жанып тұрған мұзды ерітпек түгіл буландырып жіберу керек. Бірақ мұнда керісінше мұз отын сияқты жанады. Ғалымдардың пайымдауынша, ғаламшар бетінде су қандай да бір себептермен қатты күйінде қалып қойған. Бірақ бұл жерде кездестіретін мұз түрі емес. Бұл өзгертілген, басқа құрылымға ие 7 түрлі мұз. Ғалымдар бұл зат планетаның өзегіндегі тартылыс күшінің әсерінен пайда болған деп болжайды. Ғарыштағы басқа объектілерге келетін болсақ, біздің ғаламнан айтып өткендей ғаламшарлардан басқа да таң қаларлық және қорқынышты нысандарды кезіктіруге болады. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Сізді бұл видеомыздың қай бөлігі қатты таң қалдырды? Комментарийге өз ойларыңызды пытырлатып тұрып жазып қалдырыңыздар. Және алтын саусақтарыңызбен бейнені поделиться батырмасымен таратуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.